балаға айфонды қалай беру керек? Өздеріңіз білесіздер, кішкентай балаға айфон мен ютубты қосып берген кезде ол одан шығып кетіп, әр нәрсені басып, жалпы айтқан кезде айфонның бытшын шығарады. Енді олай жасамау үшін не істеу керек? Алдымен бізге тіркеліп алыңыздар, себебі пайдалы ақпаратты бірінші болып білу үшін. Ол үшін сіздер настройка кіресіздер, осы жерде төмен түсіп, универсальный доступқа кіріңіздер да, осы жерде тағы төмен түссеңіздер, мына гид доступы, мінекей осыны қосып қойыңыздар. Әрі қарай мына жерде Face ID қосылу болсын, осыдан кейін артқа қайтыңыздар да, ютубты қосып бергеннен кейін телефонды қосу батырмасын үздіксіз 3 рет басасыздар. 1, 2, 3. Одан кейін бастау деген басасыздар. Мына жерге өздеріңіздің құпия сөздерін жазыңыздар. Гид доступты ашу үшін. Мінекей енді балаңыз ютубтан басқа ешқандай қосымшаға кіре алмайтын болып қалады. Байқадыңыздар ма? Керемет, иә? Ал енді бұл режимнен шығу үшін не істейміз? iPhone-ның қосу батырмасын 3 рет емес, 2 рет басасыздар. Мінекей. Шықты. Болды. Енді iPhone-дарыңызды әдеттегідей қолданасыздар.